Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге нут, яғни нухат қосылған шашпа палау дайындап көрсетемін. Өте дәмді болып шығады. Той жиындарда, құрандарда жасалатын рецепт. Ең алдымен біз нухатты жібітеміз. Нухат бұл өте қатты дақыл болғандықтан пісуі қиын, сондықтан алдын ала жібітіп аламыз. Менде бұл жерде 150 грамм нухат, үстінен салқын су құйып, бір түнге қалдырсаңыздар болады, немесе 6-8 сағатқа қойып қоясыздар. Одан кейін бізге сәбіз, пияз және де сиырдың еті, сиыр еті болмаса да енді жылқы, қойдың еті де бола береді. Барлығын осылай дайындап қоясыздар. Етті мен турамаймын, осындай ірі бөліктерге бөліп қойдым. Ең алдымен біз пиязымызды осылай видеода көрсетілгендей жартылай сақиналап турап аламыз. Одан кейін сәбізді де ұзыншалап, яғни соломка етіп турап шығамыз. Бірінші рет жасайын деп тұрған қыздарға түсінікті болсын деген ниетпен осындай туралу жолында толықтай көрсетіп жатырмын. Барлығының грамдары, мөлшері төменде жазылып тұр, сондықтан мұқият көресіздер. Қазанды жақсылап қыздырасыздар, одан кейін үстінен сұйық майды құямыз, және де майымыз қызғаннан кейін бірінші кішкене осындай құйрық майды және де етімізді салып, қызып тұрған майда жақсылап қуырамыз. Менде енді осындай кесек-кесек ет болғандықтан бірден араластырып тастаған жоқпын. Бір беті қызарып піскеннен кейін келесі бетіне қарай аударамыз. Осылайша етімізді қызартып бір 10-15 минуттың көлемінде жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін біз туралған пиязымызды саламыз. Еттің түсін мінекей көріп тұрсыздар. Пиязымызды салып, пиязы да кішкене жұмсарғанша, қызғыш, жаңағыдай сарғыш түске еніп, пияздың көлемі кішкене басыла бастайды ғой, сол уақытқа дейін жақсылап араластырып қуырамыз. Пиязымыз қуырылды, мінекей түрін көріп тұрсыздар. Одан кейін сәбізді салып қуырамыз. Негізі базарға барып жатсаңыздар, базарда көкөніс сататын жерде сары сәбіз де болады. Сары сәбізбен осындай қызғыш түсті сәбізді араластырсаңыздар өте керемет болады. Мінекей сәбізіміз 5-7 минуттың көлемінде осылай әдемі болып қуырылды. Енді дәміне қарай тұзын қосамыз. Еттеріңіз тұздалған болса, тұзды шамалап саласыздар. Қара бұрыш салдым, және де зира қосамыз. Зира қосу міндетті емес, енді ұнатпасаңыздар қоспай-ақ қоясыздар. Жақсылап араластырып аламыз. Барлығы жақсылап қуырылды. Енді суын құямыз. Суды мен осындай орта кесемен өлшеп құятын боламын. Күрішін қазір салған кезде түсінікті болады. Мінекей осы орта кесемен 2 орта кесені толтырып, ыстық суды құйдым. Кәдімгі краннан алынған салқын суды құйсаңыздар болады. Біздің нухатымыз жібіп дайын тұр. Менде бір түн тұрды. Негізі 7-8 сағатқа қойып қойсаңыздар болады. Әдемі болып жібіп дайын тұр. Қайнағаннан кейін осы нухатты да салып жібереміз. Енді қазанның астын өте баяу етіп қоямыз, және де қақпағын қиялап жауып, еті піскенше 1,5-2 сағаттың көлемінде баяу әдемі отта қайнатамыз. Ет пісуге жақын қалған кезде күрішті дайындай берсек болады. Менде бұл жерде басмати деген күріш, негізі Өзбекстанның лазер деген күрішімен өте керемет үйлеседі. Тапсаңыздар, содан алып жасайсыздар. Мінекей біз жаңа осы орта кесемен 2 орта кесе су құйған болатынбыз. Осы орта кесемен енді 2 орта кесені қатты толтырмай күрішті өлшеп алдым. Қыздар негізі ірі күрішпен ұсақ күрішті жаңағыдай 50-50 етіп, яғни бір орта кеседен салсаңыздар болады. Бір орта кесе лазер салсаңыздар, бір орта кесе жаңағыдай ақмаржан, камалина деген күріштерді салсаңыздар болады. Күрішті 5-6 рет жуып, жаңағыдай жылы суға бір 15 минутқа салып қоясыздар. Мінекей етіміз пісіп дайын тұр. Етті осылай бөлек алып аламын. Егер етті турап жасасаңыздар, етін алмай-ақ қойсаңыздар болады. Енді газ отымыздың астын қатты етіп қойып аламыз. Күрішіміз жақсы жуылған, әдемі болып жібіп дайын тұр. Суын төгіп тастаймыз, және де осылай қазанның ішіне күрішімізді салып аламыз. Палаудың түбі жабысып қалмай, шашырап әдемі болып пісуі қазанға да байланысты. Сол себепті мейлінше осындай түбі шұңғыл қазанды пайдаланыңыздар. Енді мінекей күрішімізді салдық. Біздің суымыз аздау. Суымыз күріштің бойынан 1 сантиметр, 1,5 сантиметрде асып тұрса жеткілікті. Одан артық көп құймаңыздар. Мінекей видеода көрсетілгенде осылай болып тұру керек суы. Енді күріштің беткі жақтарын видеода көрсетілгенде
осылай жайлап араластырып тұрасыздар. Астындағы сәбізіне дейін қопарып араластырып жіберудің керегі жоқ. Газдың асты қатты тұр, қайнай береді өзі. Сіздер беткі жақтарын жайлап араластырып тұрасыздар. Енді суы шамалы тартылдау деген кезде күрішті қазанның ортасына қарай жинайсыздар. Суы толықтай тартылып кету керек, яғни сіздерде тек түбінде май ғана қайнап жату керек қой. Осылай күрішті ортаға қарай әдемілеп жинаймыз. Жинаған кезде күріштеріңіз қайтадан жерге қарай түсіп кетпеу керек. Осылай қақиып өзінің бойын ұстап тұрған сәтте ол уже астындағы суы тартылып кетті деген сөз. Осылай бойын ұстап әдемі болып тұру керек. Енді орталарын жаңағыдай жан жақтарының барлығында осылай тесікшелер жасап шығасыздар. Сол кезде сіздер нақты көз жеткізесіздер, суы толықтай тартылды ма, тартылған жоқ па, түбінде тек қана қайнап жатқан майды көресіздер. Енді газдың астын өте баяу етіп қоямыз, сығырайтып баяу етіп қоясыздар. Және де қаласаңыздар осындай бір сарымсақты бүтіндей салып жіберсеңіздер болады. Біздің үйдегілер қатты ұнатады, сондықтан салдым. Бетін пергаментпен жабасыздар немесе тарелкамен жапсаңыздар болады. Қазанның қақпағын жауып, өте баяу отта бір жарты сағат пісіріп аласыздар. Жарты сағат өткеннен кейін де бірден бетін ашып тастамаңыздар. Бір 5-10 минуттан кейін ашсаңыздар болады. Мінекей біздің күрішіміз видеода көрсетілгендей шашырап, осылай әдемі болып піседі. Сондықтан жасап көріңіздер. Ноқат қосылып жасалған палау енді бәрібір де кішкене өзгеше, өте дәмді шығады. Мінекей тарелкаға салып жатырмын, шашырап әдемі болып тұр. Еттеріңізді жұқалап, әдемілеп турап дайындап қоясыздар, немесе турап салсаңыздар болады, етті турап пісірсеңіздер де. Мінекей беткі жақтарына осылай қойып шықтым. Өте дәмді болады, жасап көріңіздер. Сіздерге осымен видео ұнады және де пайдалы болды деген сенімдемін. Видео ұнаса теп-тегін лайктарыңызды басып, каналға тіркелмеген болсаңыздар, дәл қазір төмендегі подписаться батырмасын басу арқылы каналға тіркеліп алыңыздар, және де басқа да құрдастарыңызды, таныстарыңызды WhatsApp чаттарға осы видеоның ссылкасын жіберіп шақырсаңыздар болады. Барлықтарыңызға көп-көп рахмет. Өздеріңіздің қаракөз қазақ қыздарыңызды қолдап қойыңыздар.